Кайрылуу күн достор. Бүгүн мен сиздерге булочканын рецептисимен бөлүшөм. Булочкаларыбыз өтө жумшак болуп чыгат. Эки болсо бөлүп турган кезде адемі болуп бөлүнөт. Эгер видео кызыктырса, соңуна чейин кароого кеңеш берем. Осы булочкамыздын рецептисин астына описание калтырып кетем. Ол үчүн эң алдымен бизге жылы сүт керек. Және де жылы суу. Енді оған сұйық май қосамыз. Бір қасық мед қосамыз, яғни бал. Және де қант саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. 3 қасық дрожж қосамыз. Айны жақсылап араластырамыз. Осылай араластырдық. Ал енді ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызға 1 қасық сода қосамыз. Сода қосу маңызды емес, тек дрожждың өзі де болады. Жақсылап араластырамыз. Біздің булочкаларымыз осы қамыр араласты. Бұған әлі ұн қосамыз. Ең басында осылай венчикпен араластырамыз. Одан кейін біраз ұн қосып, лопаткамен немесе қолмен араластырамыз. Сосын қолмен қамыр илейміз. Мен осылай силикондық күрекшемен араластырамын жақсылап. Қамырымыз осындай қою болған кезде қолмен араластырамын, ұн қосып. Осылай енді қолмен қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымыз дайын болды. Мен айналасын майлап қойдым қамырды. Ал енді жылы жерге 2 сағатқа қоямыз. Осылай бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз 2 сағат тұрды. Осылай көтерілді. Ал енді бұны қолымызды майлап алып, жерге жаятын боламыз осылай. Осы қамырды 2-ге бөліп аламыз ең алдымен. Осылай қамырымызды демалдырып қоямыз. Екіншісінде дәл осылай етеміз. Сосын қамырымызды бөліп, осылай бөліктерге бөлеміз. Осылай енді қамырымызды дөңгелетіп, демалдырып қоямыз. 5-10 минутке қоямыз. Бетін жауып қоюымыз керек. Қамырымыз 10 минутте тұрды. Ал енді осылай оқтамен жаямыз. Қамырымыз жабыспау үшін осы қамырымызға май жағамыз. Немесе осы астындағы ағашқа май жағамыз. Енді қант қосып, осылай әдемі етіп, гүл етіп қараймыз. Пышақпен тура осылай ортасынан бөлеміз. Сосын осылай ашқан кезде жүрек болып шығады. Келесі қамырларымызда да дәл осылай етеміз. Ал енді булочкаларымызды пісіріп аламыз. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып, бетіне жағатын боламыз. Осылай бәріне жағып шығамыз. Одан соң бетіне мак себеміз. Мак маңызды емес, тек әдемілік үшін себеміз. Немесе күнжіт сепсек те болады. Ал енді 200 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, менде 20 минутта пісті бұл.
Ал енді қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз дайын болды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып жатыр. Жұмсақ. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға жазылып, лайк басып кетіңіз, және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің каналымда әлі көптеген тәттілердің рецепті шығатын болады.